Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні. Ол кісіге не тілейсіз? Атамыздың туған күні деп ойламаймын, қала күні біз шекашы. Енді білмеймін. Көп жасай берсін. Ол кісіде жақсылығын көрдік қой. Мүлдем хабарым жоқ. Хабарыңыз жоқ па? Енді өмір жасы ұзақ болсын, әрдайым осылай күліп ойнап жүре берсін ортамызда. Енді ол кісі енді елге танылы кісі ғой. Сондықтан әрдайым қайда жүрсе де аман жүрсін. У нас и дальше также город процветал, чтобы мы, как и раньше, жили так же дружно. Вообще, Казахстан, я считаю, самая дружная страна из всех стран. Сколько везде потрясений, а у нас столько лет, как столицу сделали. И у нас все прекрасно, все довольны. Я вообще с Германии. Я ему желаю здоровья. Это были мои первые выборы. Что бы ни говорили, а мы живем мирно и дружно. И я довольна, что я родилась здесь. Не тілеймін, жаманшылық тілеймін, жақсылық тілеймін. Айтыңыз. Қартайған шағын енді аман есен болып, жақсылап нетсін, ойлап нетіп дегендей. Жақсылығы да көп қой кісінің істеген, не только жаманшылығы. Жүз жасасын, не деймін басқа. Қандай атамыз? Мен өз атам соғыс ардагері, қайтыс болған ол. Сол бірақ атам бар, жақсылық, денсаулық, аман болсын. Ниеткер ғой енді. Жақсылық тілеймін, басқа не тілеймін. Болмасын, жамандық жасамаған жоқ. Любой жейтін адам жейді ғой барған жерінде. Жеген шығар, Алла кешірер. Жүзге келсін. Жүзге келсін. Болсын, аман болсын. Сол, жейдім. Анда сұрағын мазақ сұрақ қой, өзің біліп тұрсың ғой, кім айтады, ешкім айтпайды. Бұл жерде қаншама адамдар биш болып жүр. Сол кезде келіп түсір, қаншама 100 адам жүр бұл жерде. Кәдімгі обалына қазақтың жігіттері. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын. Барлық істеген жақсыларыңызға көп-көп рахмет, жамандықтарыңызға көп-көп жиренеміз. Біздің бірінші президентіміз жақсы да бар, жаман да бар, солай. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, денсаулығыңыз зор болсын, ашық аспан дейін. Жаңа Қазақстан жасасын. Өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын, главный. Енді бәрібір қанша жыл ел басқарды ғой. Сондықтан онда артық нәрсе айта алмаймын. Главный туған күні құтты болсын болды. Қарнымыз тоқ. Любой мусордың қасына барсаң, нан жатқан нан, білесің. Аштан өліп жатқан ешкім жоқ. Енді жаңағы үй жоқтарға үй жайын бұрыстай жіберсе, бізден бақыт ел жоқ қой. Ұзақ өмір, денсаулық. Не дейміз, Аллах Тағалам ана дүние мен осы дүниенің бақытын берсін ол кісіге. Жаманшылық көрген жоқпыз ол үшін. Ол кісіден де Тоқаев мырза тоже жақсы жұмыс істеп жатыр мына жерде. Туған күнімен Аллах Тағалам екі дүниенің бақытын берсін ол кісіге ше. Шүкір, не дейміз басқа? Ары бері болып кетіп жатса, артынан Құранын оқимыз ғой бағым. Жоқ. Ол кісіге не үшін айтамын? Айта алмайсыз ба? Не үшін айтамын? Қандай тілек айтасыз? Жоқ, не үшін айтамын? Қайдағы еңбек? Не жасады ол? Жүре берсін бізге. Соның арқасында өстіп. Көп жасасын. Лично мен өзіме Назарбаевқа тек қана жақсы жағынан айтамын. Оған тілейтін зор денсаулық, тек қана денсаулық. Что можно пожелать? Только всего самого наилучшего. Как он себя сейчас ощущает? Арамызда жүре берсін, астында күн тойлап, ата көп, немерелерін, ұл қыздарын, қызықтарын көріп жүре берсін. Потеря болып қалдық қой. Потеря? Неге? Қазақстанға еңбегі сіңді. Денсаулық тілейміз жалпы. Халқымыз аман болсын, бейбітшілік болсын елімізде. Аман сау болайық. Ештеңе айта алмаймын. Жақсы жаман. Енді Астана күнімен құттықтаймыз. Енді өтті кетті, енді не дейміз енді. Жақсысы да бар, жаманы бар. Ештеңе айта алмаймыз. Немерелерін, шөберелерін, қызықтарын көре берсін. Енді біздің Қазақстанымызға қосқан үлесі көп қой ол кісінің де. Енді политика әркім әртүрлі айтып отырады. Өзіме, жеке өз басыма өте керемет елді басқарып, қазіргі заманда бір семьяны басқарудың өзі Оңай емес. Оңай емес. Ол Осы Қазақстанның тарихын алсақ, соңғы 91-ден бастап еліміздің шекарасын бекіткен азамат. Біз соны ұмытпауымыз керек. Деген айтпаймын. Да пусть он живет 100 лет. Самое главное ему здоровье. Обычное человеческое пожелание. Так же, как и вам всем, и всем астанчанам.